Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын, арасы ешқандай шикі болып қалмайтын, өте тойымды пирожкидің рецептін ұсынатын боламын. Өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ең әуелі қамырымызды илеп алатын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Міндетті түрде жылы болғаны дұрыс. Үстіне ашытқыны саламыз, қантымызды саламыз, кішкене араластырып жіберетін боламыз. Бізбе қантымызбен ашытқы араласып реакция жүруі қажет. Содан соң үстіне тұзымызды саламыз. Оның үстіне бір жұмыртқаны салып, үстіне ерітілген сары майды құйып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді осы араласқан сұйықтықтың үстіне ұнымызды алдын ала електен өткізіп алып, шетінен ұнымызды қоса отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Құрамындағы заттарын төменде описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Бізге қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамырымыз пайда болады. Енді осы қамырдың үстіне кішкене сұйық май құйып, тағы да қамырымызды илеп жібереміз. Сол кезде біздің қамырымыз өте керемет болып шығады. Осы күйінде мінекей жұп-жұмсақ болды. Бетін жауып, 1 сағат көлемінде жылы жерге қалдыратын боламыз. Ал оған дейін начинкамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге піскен картоп қажет. Картопты алдын ала пісіріп, осылай жақсылап езгілеп алатын боламыз. Мінекей, енді осы картоптың үстіне қуырылған пиязды қосамыз. Мен майға пиязды қуырып жібердім. Кішкене қалауларыңыз бойынша қоспай-ақ қойсаңыздар да болады, бірақ пияз қосса өте керемет болады. Енді үстіне кішкене сары майымызды қосып жібереміз және дәміне қарай тұз, қара бұрышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің начинкамыз дайын болды. Ал оған дейін біздің қамырымыз да осылай көтеріліп тұрды. Қамырымыз біздің қараңыздар өте биік, керемет, пышный, әрі жұп-жұмсақ болып шықты. Енді осы қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін қамырымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Бізге ешқандай ұнын себудің де қажеті жоқ. Енді осы дайын болған бөлінген қамырларымызды қолдың көмегімен дәл видеодағыдай жасаңыздар, өте керемет топ-томақ формалары дайын болады. Енді осы қамырды шетінен жая отырып, арасына начинкамызды салып, пирожкилерімізді дайындайтын боламыз. Қатты жұқалау, барынша жұқалау қылып жаямыз. Қатты жұқа қылып немесе қалың қылып жібермейміз. Барынша жұқа қылып жайғандарыңыз дұрыс. Себебі арасы піспей қалуы мүмкін. Енді осылай пирожкилеріміздің барлығын жақсылап дайындап алатын боламыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қазақша контентті қолдап жіберіңіздер. Мінекей барлығын түйіп болғаннан кейін, тағы да бір 10 минутқа бетін жауып қалдыратын боламыз. Енді осы аралықта майымызды қыздырып, жаңағы 10 минут тұрған пирожкилерімізді шетіне майымызға сала отырып, екі беті қызарғанша қуырып аламыз. Ескертетін жағдай, майымыз қатты қызбауы тиіс, орташа отта қуырамыз. Себебі сырты күйіп, іші піспей қалуы мүмкін, сондықтан орташа отта қуырамыз. Мінекей достар, осымен біздің пирожкилеріміз дайын, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.